Достар, мен бүгін TikTok көріп жатсам, Apex деген тиктокерді тауып алдым. Free Fire түсіреді екен. Сөйтіп мен оның личкасына жазып жібердім. 2,5 теңгеге спор ойнайық. Челлендж андай мындай істейміз дедік. Сөйтіп ол маған көрейік деп ID-іңді жазып жібер деді. Мен оған қазір ID-імді жазып жіберіп, екеуміз Free Fire'да атысатын боламыз. Қазір мен оған ID-імді жіберіп, сосын мені тастадым, маған дүржет тастады деп жазып жіберетін боламыз. Қазір Free Fire'ға кіріп, оның тастаған заявкасын тастап, екеуміз комнатта атысатын боламыз. Ойынның ережесі мынандай. Мен қазір комната ашамын, немесе Apex өзі ашады, сөйтіп бізге бір любой рандом адам түседі, екеуміз ол адаммен бір реттен ойнап шығатын боламыз. Ойынның ережесі мынандай: кім қарсыласты суға қылып ұтатын болса, сол 2,5 теңгені ұтатын болады. Бізде қазір ойын басталды. Мен қазір байтқа стайын деп жатырмын. Стенганың артында отырып алады екен. Сөйтіп мен де оның стилінде ойнайын деп шештім. Стенганың артында отырып, мына жерде секіріп жүрмін. Анау қашып жатыр или байтқа стағысы келіп жатыр ма? Мына жерде бір оғым тимей қалды. Сөйтіп мына жерде жүгіріп келетін күттім да спасымды ұстап, UMP жоқ екен. Сөйтіп спас алдым да, осы жерде басынан тышып жіберген. Соңынан айбый. Мен спаспен бұндай мүмкіндіктерді жібермеймін. Спаспен любой найып тастаймын. Мен Free Fire'да екінші раунд басталды бізде. Ар жақта Apex бізді наблюдать етіп отыр. Мынау кәдімгідей криса сияқты отырып алады ғой. Сөйтіп өзім пуш жасайын деп шештім. Стенкадан мені ебать, мына жерде телефоным қатып кетеді ғой. Сөйтіп мен ашық ойнайын дедім. Мына жерде диглмен басына тышып жібереміз. Түсінбей қалған шығар қалай болып кетті, андай мұндай деп. Сөйтіп 3-ші раундқа кететін боламыз. Мынаны 5-0 оқып ұтып, 2,5 теңгені қалтада сап алу керек қой. Мана Apex'та енді 5-0 қылып ұтатын болса, екеуміз бір-бірімізге қарсы ойнайтын боламыз. Сөйтіп 3-ші раундта малын шығарып ұтпастау керек қой. Мына жерде мынау кеп жатыр екен, басына осылай тышып жіберетін боламыз. Маған айтып жатырмын ғой, ешкім сай келетін, ешкім жоқ. Драбаш, спас, любойн. Мен мына жерде қазір сіздерге тек қана өлтіргенімді көрсететін боламын. Әйтпесе видео тым көп көтетін болады. Ары қарай өздеріңіз қарай беріңіздер. Осы раундта бір ұтылып қалатындай бір көтім сезіп жатыр. Айттым ғой, мына жерде ебать басыма тышып жіберді ғой. Ебать, мансабы жетіп қояды, бір пиздец ойнап жатқан адам сияқты. Енді бізде осыны ұтып 2,5 теңгені алу керек қой. Ойынды көп созбай осы жерде басынан 262-мен тышып, 2,5 теңгені дайындай берсе Apex. Енді Apex'та любой адаммен ойнайды, кірген рандом адам. Мен де ол сияқты наблюдать етіп отыратын боламын. Қазір ойын басталды. Кіммен, Where Days деген бір қыз ба, бала ма, солмен түсті. Ұту керек қой, Apex'ті. Сөйтіп 2,5 теңгені маған береді. Мынау, ойнай алмайтын сияқты қой. Өрдекстен қызы ба, бала ма, ебайтынан басына айбежет, төбеге қарай шықпа. Достар, мен сіздерге қысқартып көрсететін боламын. Өрдекс деген қыз Apex'тен 5-1 ұтылды. Сіздерге полный ойынды көрсете салдым. Енді ойынның ережесі бойынша біз екеуміз бірге-бір ойнайтын боламыз. Мен де бағанағы өз қарсыласымды 5-1 ұттым. Apex'та бұл өзінің қарсыласын 5-1 ұтты. Енді біз өзіміз бірге-бір ойнайтын боламыз. Кім ұтады, сол 2,5 теңгені алады. Мен сіздерге көрсететін боламын. Ұтылам ба, ұтылмайын ба, қысқартып көрсететін боламыз. Бірінші раунд басталды. Бірінші раундтан Apex'та қинап өлтіріп 2,5 теңгені алу керек қой. Ебайт, достар, мен мына жерде 3-0 қылып ұтылып жатырмын. Енді бізге камбэк жасау керек. Камбэк жасамасақ, мына Apex деген балаға 2,5 теңге беруге желание жоқ. Ебайт, достар, мен бағанағы 3-0 кезінен бастап 4-4 қылып камбэк жасадым. Енді соңғы зона бір-ақ раунд қалды. Соңғы ебайт қызып жатыр. Ебайт, мынаның басына 341 беріп, кішкентай зона қалған кезде мынаны айырып тастадым. Достар, айттым ғой мен сіздерге, маған Free Fire'да тең келетін ешкім жоқ. Енді TikTok'та жазылып 2,5 теңгесін алып алатын боламыз.